Әйел адам енді күйеуінің жаңағы үйіне келгеннен кейін келін деген ұғым бар да. Осы келін деген ұғымға қарайтын болсаңыз, бұл да өте маңызды мектеп. Жалпы келін болу ол әйел затының қолынан келетін нәрсе, және бұл өте үлкен бір мектеп, бұл өте үлкен бір жихад. Оның әрбір сәті ғибадат болып жазылады да. Әрбір сәті ғибадат болып жазылады. Сондықтан күйеуіңіздің әйелі, күйеуіңіздің анасы, жаңағы мысалы енеңіз, ол кісінің де өзінің осы күнге дейін көрген өмірлік тарихы бар, қалыптасқан мінездері бар, қалыптасқан өзінің бір ойлары бар, жаңа бір сол нәрселерді арқылы ол үйретуді қалайды сізге. Оның бар жиған нәрселері сондай, сол нәрселермен бөліскісі келеді. Мінездері де әртүрлі болады. Мысалы әрбір нәрсеге мынау неге былай тұр, неге былай қоймадың деп сөйлеуі мүмкін. Міне сол кездерде сол істердің өзіне кәдімгі қажетті нәрсе ретінде қабылдау керек оны. Оны маған тиісіп жатыр деп қабылдауыңызға болмайды ешқашан. Егер маған тиісіп жатыр десеңіз, шайтан қасыңызға келеді де, қорға өзіңді, ар-ұжданыңды, намысыңды басып жатыр ғой сені деген сөздер айтады. Жоқ, ол асылы ондай нәрсе емес. Асылы бұл сабырлық мектебінен өткізгісі келіп отыр Алла Тағала сізді. Сондықтан неғұрлым соған шыдап бере аласыз, ана қызыңыз ертең сондай келін болады. Міне сол еңбегіңіздің жемісін сол кезде көресіз. Қазір білінбеуі мүмкін ол сізге. Сондықтан енеңізге сабыр етуіңіз, енеңізді өзіңіздің анаңыздай мәміле жасап, жүректерді жақындастыруға амал етіңіз. Өзіңізбен сырласып отыратын, ақыл кеңес алып, шешіп отыратындай жақын болыңыз оған жүрегіне. Міне солай шешуге тырысыңыз. Енді өзіңіздікін ойлап, ішіңіздегі нәрселерді ойлап, жастық құшақтай беретін болсаңыз, одан проблема шешілмейді ол. Ол нәрсе жастық құшақтау деген сөз, кетем ғой деймін деген нәрсеге апарып тынатын жаңа шайтанның тәсілі ол. Адам жеңілмеу керек. Әйелге сондай көп күш берген Алла Тағала. Сондай төзімді қасиеттер берген еркекте жоқ ол мысалы. Үйдің шаруасының өзінің барлығын Алла Тағала ғибадатқа жазады, егер де разы болып жүрсеңіз Алланың тағдырына. Сондай бір әйел заты Асма ибн Язид деген бір әйел кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп айтады: "Я Аллахтың елшісі, мен бүкіл осы әйелдердің атынан келіп тұрмын, барлығымыз жиналып, қазір менің сөйлейтін сөзім олардың сізге жеткіз деп айтқан сөздері, менің өз ойымнан сөйлемеймін, бәріміздің ойымыз бір жерден шығып жатыр. Ер адамдар бізден артық болып жатыр. Ер адамдар жұмаларда, жаңағы жамағат намаздарында, жаназаларда, Алла жолындағы күресте, қаншалаған амалдарда бізден артық кетіп жатыр. Ал біз болсақ тек үйде отырамыз. Жаңа күйеулеріміздің киімін жуамыз, тамақтарын пісіреміз. Күйеуіміз кеткен кезде олардың мал дүниесін қорғаймыз. Осындай амалдарда ғанамыз біз. Сіз айтыңызшы, сол күйеулеріміз істеп жүрген сауаптарға біз ортақ бола аламыз ба? Осындай күйімізбен деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларына айтады: "Қалай ойлайсыңдар, мына әйел затының дін туралы қойған сұрағы не деген тамаша екенін көріп тұрсыңдар ма?" дейді. Сонда ер адамдар айтады: "Аллахтың елшісі, біз ойламаппыз, әйелдердің де ақылы осындай дәрежеде сұрақ қояды деп. Өте керемет сұрақ екен, Аллахтың елшісі" деген. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңағы әйел кісіге айтады: "Сен, Асма, жаңағы барлық әйелдерге барып айт, егер де сендер күйеулеріңе бой ұсынатын болсаңдар, күйеулеріңнің хақысын әдемілеп атқарып беретін болсаңдар, онда жаңағы көздеген сауаптарыңның барлығы сендерге берілді дей беріңдер. Яғни күйеулерің қай амалда жүрсе де, тіпті анау Алла жолындағы жаңағы жаугершілік замандағы амалдарының барлығына ортақ бола аласыңдар" деп қайтарған екен. Сонда жаңағы әйел пайғамбарымыздың қасынан "Аллаху акбар, ла илаха иллаллах" деп сондай қуанған түрде әйелдерге барып осы жаңа қуанышты хабарды жеткізеді. Міне сондықтан сіздер үйде отырып ақ, әйел кісілер үйде отырып ақ шексіз сауаптарға бөленуге мүмкіндіктеріңізді жасап қойған Алла Тағала. Сондықтан мына ене деген нәрсеге де дұрыс қараңыздар, өйткені ол мүмкін мінезі ұнамай жатқан болса да, жаңағыдай бір дағдылары өзінің ұнамай жатқан болған сәттерде мына нәрсені еске алыңыз. Ол қандай болса да, ол сіздің күйеуіңіздің анасы. Алла Тағала сіздің жақсы көріп қосылған күйеуіңіздің сол жатырда жаратылуын қалаған.
сол күйеуіңізді өзіңізге ұнайтындай жақсы күйеу қылып, қалай болса да жеткізген осы анасы. Сондықтан ана туралы күйеуіңізбен ешқашан анаңыз былай деді маған деген сөзді айтудан сақтаныңыз. Өйткені ол деген сөз күйеуіңізді өз жағыңызға қарай тартумен бірдей ол. Күйеуі бұл мәселеде күйеуіңіз ешқашан әділеттілік нәрсені орындап бере алмайды. Өйткені ол анасы оның. Оны анасына қарсы шығаруға, анасына қарсы сөйлетуге деген әрекет ешқашан жасамаңыз. Ол күйеуіңіздің жүрегі өз сол анасы ғой. Сондықтан Айша анамыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан мынандай бір нәрсені сұрағанда, жаңағы әйел адам үшін онымен сырласатын, достық қарым-қатынасы мықты болатын, сырласуға ең лайықты адам кім деген кезде күйеуі деген. Сосын айтқан, ал ер адам үшін кім? Сырласуға, сұхбаттасуға, достыққа, сондай бір жақындыққа ең лайықты адамы кім деген кезде анасы деген. Сондықтан бұл ана мен ердің арасын, енеңіз бен күйеуіңіздің арасында сіз көпір сияқты жұмыс істеу керексіз. Егер сол мақсатты сіз жүзеге алмасаңыз, онда шайтан жаңа өзінің жоспарларын құрып, сол екі араны бұзу үшін істетіп жүруі мүмкін да. Сондықтан мысалы күйеуіңіз бір күні сізге бір сыйлық алып келсе, сіз былай деңіз, мына сыйлықты мен қабылдаймын, егер де сіз осы сыйлықтан бұрын анаңызға бір сыйлық жасаған болсаңыз деңіз. Егер ол мен анама алмаппын десе, онда сіз бірінші анаңызға беріңіз. Өйткені мен осы көпірді нығайту, жалғашу үшін келгем осы отауға. Мен басқаша болудан Аллаға сыйынамын. Сондықтан сіз ол кісіге сыйлық беріп, қуандырып, риза қылып қойсаңыз, онда мен одан кейін сіздің сыйлығыңызды қабылдай аламын. Қазір менің болған иманым сондай бір көріп тұрған жоқ деген мағынада мәміледе болу керексіз. Бұл деген әйел енді, егер әйел бұндай нәрсені істейтін болса, бұл әйелге жететін әйел жоқ деп айтуға болады жердің бетінде. Сондықтан, иншалла, жақсылықтың барлығы, егер Алланың разылығын іздесеңіз, тағдырыңызға риза болсаңыз, Алланың сіздің бойыңыздан шығармайтын жақсылықтары болмайды. Сол жақсылықтарды осындай дәрежеде біз істету керекпіз.